Қалайсыздар? 25-ші сабақ Essential Grammar News деген кітап бойынша. Ол кітапта 100-ден көбесе сабақ бар. Қазір біз What are you doing tomorrow деген тақырыпқа келіп жатырық 25-ші сабақта. Бұл қызық тақырып. Негізі present continuous дегенді өткен едік біз. Оны не деп айттық? Мысалға қарап көрейік. They are playing tennis now. Олар қазір теннис ойнап жатыр. Міне екі адам қазір теннис ойнап жатыр. Осы A, B деген be playing ing-мен келетін осы ережені, осы грамматикалық конструкцияны біз не деп айттық? Қазір бір нәрсе істеп жатқан болсаңыздар, be playing, be going, be speaking деген сияқты. Олар деген қазірді білдіреді. Мысалы, they are playing tennis. Олар қазір ойнап жатыр. Бірақ дәл осы ережені болашаққа да қолданады. Ағылшын тілінде болашаққа да қолданады. Мұнда қарайтын болсаңыз, екінші картинканы I'm playing tennis tomorrow деп тұр. Ертең мен теннис ойнаймын дейді. Ертең ол болашақ қой. Мен ертең теннис ойнаймын. Бірақ осы present continuous ережесін қолданып тұр. I'm playing tennis. Қазір ойнап жатқан жоқ, ертең ойнаймын деп тұр. Осылай келеді. Осындай етіп ережеде қолданылады. He is playing tennis tomorrow. Ол ертең теннис ойнайды. Қай кезде ол айтылады? Егер де сіз болашаққа, ертеңгіге, кешкіге бір план құрған болсаңыз, оны ертерек өзіңіздің ойыңызда жүр. Бірден бір сәтте емес, мысалы, мен барамын деп. Жоқ, бір жарты сағат алдын, немесе бір сағат алдын, бір екі күн алдын ойлап жүрсеңіз, ойыңызда план болса, сондай бір нәрсе істеймін деп. Мысалы, ертең, немесе кеште, онда осы ережені қолданамыз. He is playing деп. I am going деп. We use am, is, are plus ing, present continuous, for something happening now. Қазір болған нәрсеге дейді. Ол бұрын өтті, осы сабақта алдында өттірік. Қазір бір нәрсе болса, осы ережені қолданамыз. Мысалы, where are Sue and Amanda? Аманда мен Сью қайда? They are playing tennis in the park. Олар паркте теннис ойнап жатыр. They are playing. Олар қазір ойнап жатыр. Қазір ойнап жатқасын осы ережені қолдандық. Please be quiet, I am working. Өтініш, тыныш, мен қазір жұмыс жасап жатырмын. I am working. Мен қазір жұмыс жасап жатырмын. We also use am is are plus ing for the future. Біз және болашаққа да осыны қолданамыз дейді. Am is are мен ing қосылған. Мысалы, tomorrow, кеше, мысалы, ертең. Next week, келесі аптада, etc. Andrew is playing tennis tomorrow. Andrew ертең теннис ойнайды. Andrew is playing tennis tomorrow. I'm not working next week. Мен келесі аптада жұмыс жасамаймын дейді. I'm not working next week. I'm doing something tomorrow. Мен ертең бір нәрсе істеймін дейді. I have arranged to do it. Мен сол нәрсе істеуге, сол нәрсені істеуге организовать етіп қойдым сол нәрсені. Яғни, соны ойластырып қойдым. I have a plan to do it. Мен сол нәрсе істеуге менде план бар. Яғни, бір нәрсені ойластырсаңыз, пландасаңыз, осылай істеймін деп. Сол кезде осы ережені қолдана аласыз. I am doing something tomorrow. Мысалы, Sophia is going to the dentist on Friday. София жұмада тіс дәрігеріне барайын деп жатыр. Is going to. She has an appointment with the dentist. Ол сол стоматологпен сондай нені кездесуді ұйымдастырып қойған стоматологпен. She has an appointment with the dentist. We are having a party next weekend. Бізде келесі аптада, келесі демалыста вечеринка болады дейді. We are having a party. Are you meeting your friends tonight? Сен кеште достарыңды қарсы аласың ба? Деп айтып тұр. What are you doing tomorrow evening? Ертең кеште сен не істейсің? Болашақта. What are you doing? What are you doing tomorrow evening? I'm not going out tonight. Бүгін мен дейтін кешке сыртқа шығайын деп жатқан жоқпын дейді. I'm staying at home. Мен үйде қалайын деп жатырмын. I'm staying at home. Болашақты білдіріп тұр. Мысалы, картинкаға қарайтын болсаңыздар, бір адамның қолында билет бар.
неге? Концертке. Ол айтып тұр, I am going to a concert tomorrow. Ертең мен концертке барамын деп. Яғни ол сол нәрсені пландап қойған, концертке баруға, тіпті билет сатып алған. Міне осы кезде I am going to a concert деп айтамыз. You can also say I am going to do something. Осы 26-шы сабақта келеді алды, иншалла. I am going to бірденсе. I am going to do. I am going to play. I am going to start. Осы нәрсе I am going to деген ол да бір болашақта істейтін нәрсені білдіреді. 26-шы сабақта оны дұрыстап тереңірек қарайтын боламыз, иншалла. Be careful, don't use the present simple. I stay, do you go, to say what somebody has arranged to do. Мұқият бол дейді. Қарапайым I stay, I do you go деген сияқты сөздерді, яғни present simple'ды қолданба дейді. Егер де сен бір нәрсені пландап, организовать еткен сөйлемдерге. Мысалы қараңыз. I am staying at home this evening. Бүгін осы кеште мен үйде қаламын. Яғни ол сіздің ойыңыз ғой, планыңыз ғой. Оған сіз I stay деп айта алмайсыз. Not I stay. I stay at home this evening деп айтпайсыз. Are you going out tonight? Бүгін кеште бір жаққа барасың ба? Do you go деп айтпайсыз. Do you go деп айтпайсыз. Do you go out tonight деп. Lisa isn't coming to the party next week. Лиза дейтін келесі аптада вечеринкеге келмейді дейді. Isn't coming. Ол келмейді ол. Демек ол пландап қойған, айтып қойған, келмейтін. Isn't coming. Lisa doesn't come деп present simple айтпаймыз. But we use the present simple for timetables, programs, trains, buses, etc. Бірақ біз present simple'ды егерде бір программалар болса, бір передачалар болса, сондай нәрселер болса, егерде бізге тәуелді емес, бізге қатысты емес, біздің планымыз емес, жалпы сондай бекітіліп қойған басқа жақтан сондай уақыттар болса, онда оған present simple'ды қолданамыз. Мысалы, the train arrives at 7:30. Пойыз сағат 7:30-да келеді. Ол біздің планымыз емес. Біз 8-ге, бәлкім 8-де қалайтын шығармыз, бәлкім 9-да. Бірақ 7:30-да сондай бекітіліп тұр. Ол сондай программада сөйтіп бекітілген уақытта. Демек, оны present simple'мен қолданамыз. The train arrives. What time does the film finish? Фильм қай уақытта бітеді? Фильм қай уақытта бітеді? Оның уақытының бітуі де бізге тәуелді емес. Compare present continuous usually for people, present simple for timetables, programs, etc. Салыстырып көрейік. Present simple деген, present continuous деген адамға байланысты. Адамның өзінің қалауына, планына сондай байланысты. Ал present simple жаңа айтқандай программаға байланысты, timetablesға байланысты. I'm going to a concert tomorrow. Ертең мен концертке барайын деп отырмын. Мына адам өзіне байланысты, өзінің ойы, планы. I'm going to a concert tomorrow деп тұр. The concert starts at 7:30. Концерт сағат 7:30-да басталады. Мына адамға байланысты емес, жалпы сондай уақыт бекітіліп қойған нәрсе концерттің. What time are you leaving? Қай уақытта сен кетесің? Сен қандай ойын бар жалпы кететін қай уақытта? What time are you leaving? What time does your train leave? Сенің пойызың қашан кетеді? Яғни оның бір бекітіліп қойған уақыты бар ол кететін. Сол уақыт қашан болады деп тұр. Міне екіншісінде present simple қолданып, біріншісінде present continuous қолданып. Соған мән беріп қойыңыздар. Мына жерде be careful деп тұр. Мұқият болыңдар деп қатты ескертіп тұр. Осымен біздің сабағымыз бітті. Ұнаған болса лайк басып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, егер де бір нәрселер түсініксіз болса. Және тіркеліп қоюға ұмытпаңыздар. Және тағы айтатын нәрсе, менде жабық канал бар Телеграмда. Сонда паттерндер бар. Ол паттерн не үшін керек? Осы алған ережелерді тілде автоматизмде апару үшін, иншалла. Себебі бұл нәрсені түсіну ол тек бір қадам. Кейбіреулер қарайды, видеоны қарайды да, түсіндім дейді, келесі сабақтарға өтіп кетеді. Кішкенеден кейін бұл ережелерді ұмытып қалады. Бірақ түсіну ол бір қадам. Екінші қадам оны автоматизмге, тілге апару алу. Сол нәрсеге апару үшін менде паттернмен жазылған
сондай сөздер бар, сондай система бар. Ол иншалла, егерде сіздерге қызық болса, астындағы видеодағы номерға жазсаңыздар, мен сіздерді түсіндірме каналына қосамын. Сонда видеолар бар, сонда бір паттерн беремін, сол паттерннің 3 күрделі ағылшын тілінің ережесін бір 20-25 минутта үйреніп шыға аласыздар. Иншалла.